Журналистика саласы. Ағылшын және шетел тілі Қытай мамандығында оқимын. Музыкалық білім. Теология мамандығы екінші курс оқимын. Музыка мұғалімдерін даярлау бірінші курста оқимын. Мен мамандығым журналистика. Әрине. Грантта оқимын. Грант. Грантта. 40-тың жобасы. 39 000 повышкамен қосқанда. 70.560 аламыз. Стипендия 44 000 теңге. 44 мың теңге. Әрине, жеткілікті. Негізі жетеді. Жетеді, иә, жетеді. Жеткілікті. Өзіме жетеді. Әрбір қыз баласы өзінен ешқашан аямау керек. Кітаптарды алуға да өзіме де 10%-ын қаржы ретінде жинақтаймын. 30%-ын тамаққа, шолпуға, 20%-ын өзіме арнаймын, қыдыруға, өзім дамуыма. толығымен өзіме кетеді. Салонға барамын, достарыммен шығамын. Түрік тілі, ағылшын тілге қатысып, барып келу ақшам бар. Азық түлікке бір 50% кетеді, бір 20% ішіп жегенім өзімнің, киімім, ал қалғаны өзіме. Стипендия да аламын, ата-анам да көмектеседі. Жоқ, мамалар вообще салмайды. Иә. Кейде Ақша сұрамауға да соқ. Ағамның косметикасы сатамын. Негізі жұмыстармен айналыспаймын қазір. Жоқ, жасамын. Мобилографпын, сол іс-шарада өзім жұмыстарымды жасап тұрамын.